Shri Srimati Bhaktivedanta Swami Prabhupadaның Жан тану ғылымының 6-шы тарауының 2-ші бөлімін ағылшын тілінен қазақшалауым. 5 наурыз 2021 жыл. Туған атым Ержан Ильясұлы, рухани атым Ратишьяма Даша. Адамдарды иттерге қарай құлдылауынан құтқара аламыз ба? 1976 жылы тамыз айында Индияның Бхаван журналына интервью берген Шила Прабхупада мынадай сұрақ қояды. Хайуани қоғамда бақытты тыныш өмір сүру мүмкін бе? Адамдарды жануарларша ұстағысы келетін олар Біріккен ұлттар ұйымын құруда. Әншейін ит жарысымен айналысуда. Ит 4 аяқтарымен ары-бері шапқыласа, сіздер 4 дөңгелекті машиналарыңызбен ары-бері шапқылайсыздар. Бар айырмаларыңыз осы ғана. Осылай 4 дөңгелектеріңізбен жарысуларыңызда өркениеттің көркеюі деп ойлайсыздар ма? Интервьюер. Бірінші сұрайын дегенім, сіздіңше діннің әсері әлсіреп бара ма? Сыбайлас жемқорлық пен рухани өнегенің жаппай жойылуына осы діннің әлсіреуі себеп болып отыр ма? Шила Прабхупада, иә. Діннің әлсіреуін Шримад Бхагаватам 12.2.1 5000 жыл бұрын айтқан. Таташану динам дharma сатям шаучам шамадая калина балина раджан наңшатяюр балам смрити. Жауласымен 200-лік етек алған қазіргі Кали-юга заманда дін, шыншылдық, тазалық, шыдамдылық, мейірімділік, ғұмыр жас ұзақтығы, тәни күш, есте сақтау сияқты қасиеттер азая береді. Адамды жануардан айыратын осы құнды қасиеттер азая береді. Қайырымдылық пен шыншылдық құриды. Есте сақтау қабілетімен ғұмыр жас қысқарады. Дін жоғалады. Бұл біртіндеп жануар деңгейіне түсетінімізді білдіреді. Интервьюер. Дін жоғала ма? Жануарға айналамыз ба? Шила Прабхупада. Дінсіз өмір, хайуани өмір. Иттің діннің не екенін білмейтін жай адамды айыра біледі. Тірі жан болса да ит Бхагават-гита, Шримад Бхагаватам сияқты шастраларды түсінуге қызықпайды. Адам мен ит арасындағы айырма осы. Жануар қызықпайды. Дінге қызықпайтын адамдар жануарларға бара-бар. Хайуани қоғамда бақытты тыныш өмір сүру мүмкін бе? Адамдарды жануарларша ұстағысы келетін олар Біріккен ұлттар ұйымын құруда. Бұлай болуы мүмкін бе? Жануарларды біріктіретін Біріккен жануарлар ұйымы. Осылай 3 ғасырға шауып барады. Интервьюер. Үміт артатын әлде бір нышандарын көріп жүрсіз бе? Шила Прабхупада. Ең құрығанда ел діннің азып бара жатқанын аңғарды. Бұл жақсы. Азу дегеніміз адамдардың жануарларға айналуын білдіреді. Логика бойынша адам рационалды жануар екен. Рационалсыз адам емес, жануар. Адамзат қоғамында христиан, я мұсылман, я хинду, я будда табынушы сияқты діндердің қайсы болсын әйтеуір бір дінге жүгінесіз. Әйтеуір бір діни жүйенің болуы шарт. Дінсіз адамзат қоғамының хайуани қоғамға жататыны айдан анық факт. Бүгінгі адамдардың осыншама бақытсыз болуы себебі неде? Себебі дінсіздер дінді жоққа шығарады. Бір жентілман маған Толстойдың шіркеудің астына динамит қойып, күлін көкке ұшырмайынша бейбіт тыныш өмір сүре алмаймыз деген сөзін жазған еді. Бүкіл қоғам атмосферасы діннің кесірінен бүлінді деп түңілген орыс үкіметі Құдай тану білімін күні бүгінге дейін жек көреді. Интервьюер. Рас айтқан сияқты. Шила Прабхупада. Біреулер дінді теріс пайдаланады екен деп діннен безбей шын дінге жүгінгеніміз жөн. Аталмыш діни қызметкер сымақтар дінді бұрыс бұрмалады екен деп діннен безбеген жөн. Егер көзімді шел басып катарактамен ауырсам, ол көзімді жылып алып тастауым керек дегенді білдірмейді ғой. Керісінше шел басқан катарактаны алып тастау керек. Кришна тану деген осы. Интервьюер. Көпшіліктің дінді теріс қолданғанын тарих растайды. Осымен келісесіз бе? Шила Прабхупада. Құдай туралы түк білмесе де дінді уағыздайды. Дін деген не? Дармамту сакшат Бхагават Пранитам. Дін жолын Құдайдың өзі тікелей баяндаған. Құдай туралы ештеңе білмесе де, Құдайдың не екенін білмесе де дінді уағыздайды. Жасанды уағыздарымен ұзаққа бара ала ма? Осы қылықтары дінді құртады. Осындай Құдай туралы ештеңе білмейтін күйге ұшыраған қазіргі заман құдайсыздары
Құдайдың нұсқауын қалай білмек? Дін дегеніміз Құдайдың нұсқауы. Мысалы, заң дегеніміз үкіметтің нұсқауы. Егер үкімет болмаса, онда нұсқау болар ма еді? Құдай тану я Кришна тану ілімін біз айдан анық түсінеміз. Нұсқауын екі етпей орындаймыз. Анық дін деген осы. Егер Құдай болмаса, Құдай тану ілімі болмаса, Құдайдың нұсқауы болмаса, онда дін болар ма еді? Егер үкімет болмаса, онда заң болар ма еді? Интервью. Егер үкімет болмаса, онда ешқандай заңды болмаса еді. Заңсыз қоғам қанағат жайыр еді. Шіла Прабхупада, заңсыздық демекші, өз діндерін ойлап шығарып жүргендердің бәрі заңсыздықты кеңінен қанағат жайдыруда. Кез келген дін мүшесінен Құдайды қалай түсінесіз деп сұрасаңыз, анық жауап ала аласыз ба? Ешкім жауап бере алмайды. Керісінше біз лезде жауап береміз. Venum kvanantamaravinda dalayatакшам бархаватам самаситам Buddha sundarangam Kandarpakoti kamaniya vishesha shobham Govindamadi purusham tamaham bhajami. Men fleytada askan şiverlikten oynaytın. Жайнаған нұрлы көздері лотос гүлінің күлтелері іспетті. Шашын тауыстың қауырсынымен әшекейлеген. Көркем пішіні көкшіл бұлт рәңді. Қайталанбас сүйкімділігімен миллиондаған махаббат періштелерін еріксіз баурап алатын. Алғашқы Құдайдың түп тұлғасы Говиндаға бас ие табынамын. Брахма Самхита 5.30. Құдайды осылай әпсетті сипаттай аламыз. Егер Құдай тану ілімін үйретпесе, ол не қылған дін? Интервьюер, білмеймін. Шіла Прабхупада. Құдай тану ілімін үйретпейтін дін өтірік дін. Құдай тану ілімін білмейтіндіктен діннің не екенін білмейді. Дін неғұрлым азған сайын адамдарда соғұрлым жануарларша азуда. Жануар деп естесек те алмайтын ұмытшақты айтады. Жиентікті теміскілеп жетіп келген итке кет десем қаша жөнеледі, естесек те алмайтын ұмытшақтығының салдарынан сәлден соң қайта-қайта айналсоқтап келе береді. Осылай Құдайды естесек те қабілетіміз неғұрлым азайған сайын адами қасиеттеріміз де соғұрлым азая береді. Осы Кали-юга заманда адами қасиеттер азаяды. Ол адамдардың мысықпен итше азатынын білдіреді. Интервью. Екінші сұрақ. Жазмышқа мойын сындыратын фатализмді уағыздайтын веда мәдениеті маңдайға жазылған тағдырға сенушілерді құлдырауға айналдыратындықтан көркеюге келтіреді, кедергі келтіреді деп айыптау қаншалықты әділет? Шіла Прабхупада, ол қандай көркею? Иттің төрт аяқтарымен ары-бері шапқылауын көркею дейсіздер ме? Көркею дегендеріңіз осы ма? Ит төрт аяқтарымен ары-бері шапқыласа, сіздер төрт дөңгелекті машиналарыңызбен ары-бері шапқылайсыздар. Көркею дегендеріңіз осы ма? Мұндай көркеюлеріңіздің веда мәдениетіне еш қатысы жоқ. Веда мәдениетінің уағыздауынша ерекше энергияға ие адамның санасы жануарлардыкінен артық болғандықтан, адами энергия жануарлардыкінен анағұрлым бағалы. Интервью. Жануарларға қарағанда адам көбірек еркіндікке ие, я жауапкершілікке ие десем, ие немесе жауапкершілікке ие десем, ешкім күмән келтірмейтін шығар. Шіла Прабхупада. Сондықтан адами энергияны итпен жарысу үшін текке кетірмей, керісінше рухани өсу үшін қолдану шарт. Иттің істейтін әулие адам істемейді. Итше өмір сүретін бүгінгілер рухани өмір сүрудің шын өмір екенін білмейтіндіктен веда шастралары былай дейді. Тасяйва хетто прая тета ковидо налабхяте праматаму парядха Nalabhyate yad brahmatam uparyadha Talabhyate dukhavatanyata sukham Kalena sarvatra garbhira ramhasam. Шын зерделі әрі философика бейім адамдар тіпті ең жоғарғы планетадан, Брамалокадан, ең төменгі планетаға Паталаға дейін шарлап өтсе де жете алмайтыны сол бір мақсатқа жету үшін ғана бір бар күш жігерлерін салуға тиіс. Ал сезім ләззатынан алатын бақытқа келер болсақ, бұл тіпті өзіміз қаламасақ та қасіреттің тиісті уақытында келіп кетіп отыратын секілді, бақыт та тиісті уақытында табиғи түрде келіп кетіп отырады. Бхагаватам 1.5.18. Интервью. Осы айтқаныңызды тереңірек тегжей түсіндіріп бересіз бе, Шіла Прабхупада? Адам бойындағы энергиясын көптеген өмірлер бойы қолы жетпеген нәрсеге жету үшін қолдануға тиіс.
Жан көптеген ömürler boyu itler, devalar, мысықтар, құстар, аңдар секілді көптеген денелерде тіршілік етеді. 8 миллион 400 мың дене түрлері бар. Осылай жан бір денеден екінші денеге ауысып көшіп қана береді. Қай денеге енсе де дәл сол бір сезім ләззатымен айналысады. Интервью. Мұныңызды қалай түсінуге болады? Шила Прабхупада. Мысалы, тамақ қайда, баспана қайда, ұрғаш қаншық ит қайда, қорғаныш қайда деп сезім ләззатын іздеумен аласыратын арлан иттің ісін адам да істеп жүр. Айырмасы, адам тек басқаша істейді. Осылай туу мен өлім шеңбері өмір бақи жалғаса береді. Тіпті титімде, жәндікте, құстарда, аңдарда, балықта бәрі де осылай, бәрі де дәл осылай. Тамақ қайда, жыныс қатынасы қайда, баспана қайда, қорғаныс қайда деп жанталаса арпалысудан көз ашпайды. Веда шастралары біздің бұлармен көптеген өмірлер бойы айналысқанымызды, ал егер осылай тіршілік үшін жанталаса арпалысуымызды қоймасақ, дәл осылармен көптеген өмірлер бойы қайтадан айналысуға мәжбүр болатынымызды ескертеді. Интервью. Енді түсіне бастадым. Шила Прабхупада. Иә, демек бұларды тоқтату қажет. Сондықтан Прахлад Махараджа Суккама индрия камдайкя деха йогена дехинам сарватра лабхяте дайва дядхаду камаятната. Әзәзіл демони жанияларда туған қадірлі достарым, өткендегі кармалық харекеттерімізге сәйкес сезім объектілерінің денемен өзара жанасуынан туатын бақытқа тіршіліктің кез келген түріндегі жан кенел алады. Еш күш жұмсамасақ та бақытта қасіретте табиғи түрде өзінен өзі келіп кетіп отырады. Бхагаватам 7.6.3 дейді. Итте бар дене менде де бар. Ендеше менің жыныс қатынасынан алатын ләззатым мен иттің жыныс қатынасынан алатын ләззатының арасында еш айырма жоқ. Жыныс қатынасынан бірдей ләззат аламыз. Ит ешкімнен именбей аулада жыныс қатынасына түссе, біз жасырын жыныс қатынасына түсеміз. Бар айырмамыз тек осы ғана. Сән салтанатты үйлерінде жыныс қатынасымен ләззаттану адамдардың көркею нышаны деп ойлағандарымен жыныс қатынасының көркеюге еш қатысы жоқ. Осы аталмыш көркею сымақтың соңына түсушілер ит жарысын ұйымдастыруда. Қай денеге еленсе де қанша ләззат алу мөлшері алдақашан жазмышына жазылғанын білмейді. Интервью. Қанша ләззат алу мөлшері алдақашан жазмышына жазылған деуіңізді қалай түсінуге болады? Шила Прабхупада. Жазмышына жазылғанды тағдыр дейді. Белгілі бір денеге еленген шошқаға нәжіспен қоректену жазылған. Мұны өзгерте алмайсыз. Жарма ұнтағын кілегей қаймақ майына қуырып әзірлейтін тәтті қалаба шошқаға. Жарма ұнтағын кілегей қаймақ майына қуырып әзірлейтін тәтті халаба шошқаға дәмсіз болып сезіледі. Өз тәніне лайық аспен қоректенетін шошқаға тәтті жақпайды. Шошқаның тұрмыс қалпын жақсарта алатын ғалым бар ма? Интервью. Шүбәлімін. Шила Прабхупада. Сондықтан Прахлад Махараджа ләззат ешқашан жазмышқа жазылған дейді. Сондықтан Прахлад Махараджа ләззат әлдеқашан жазмышқа жазылған дейді. Ләззат негізінде бірдей, тек дене түріне сай аз-маз өзгешелеу болады. Нуармандағы өркениетсіз жабайы адам да бірдей ләззат алады. Қазір адамдар көптірген жәулім салуды өркениет деп ойласа, керісінше Веда өркениеті оның көркеюге еш қатысы жоқ дейді. Адам өмірінің шын көркеюі ішкі жан дүниеңізді қаншалықты танитыныңызға байланысты. Көктірген жәулім тұрғызудың өркениетке еш қатысы жоқ. Интервью. Осы айтқандарыңызды жай адамдар түсіне ала ма? Шила Прабхупада. Кейде қате түсінеді. Жоғарғы сотта сабыр сақтап отыратын судья түк істемей-ақ жалақыны күреп алатын сияқты көруі мүмкін. Әлде біреу мен де дәл осы сотта тыным таппай еңбек етіп мөр басудан көз ашпасам да, судья алатын жалақының орнынан бірінде алмаймын. Зыр жүгіріп еңбек етсем де шөп басын сындырмай орында отыратын судья алатын жалақы менің түсіме де кірмейді деп кейді. Мұны былай түсінген жөн. Веда өркениеті итше жарысу үшін емес, керісінше ішкі жан дүниемізді тану үшін арналған. Интервью. Әйтсе де аянбай еңбек етіп, жанталаса арпалысып ақыры өмірде табысқа жету әдетте құрмет тұтуға лайық саналмай ма? Әйтсе де аянбай еңбек етіп, жанталаса арпалысып ақыры өмірде табысқа жету әдетте құрмет тұтуға лайық саналмай ма? Шила Прабхупада. Бхагават-гита өз еңбегінің жемісін тату үшін еңбектенуші кармиларды мудхаларға, есектерге теңейді.
Niyeliktен eseklerge tengeydi. Sebebi ecek qojayını berетін bir uç şöp üçün qiynalan beklenedi. Kir juvuşu qaydadan jügün artqanша esek kir juvuşunun esiginin aldında şöbün kesep kütüp tura beredi. Eger kir juvuşudan geçsem şöptü bağlı жерden taup jemen qoy, osunçama ağır жүктün esine taşımın dep oyloğa akma esektin akıllı jetpedi. Interviewer. Mına sözünüzden keybir tanışlarımды tanып oturman, Şila Prabhupada. Oslay ofisinde жемесін тату үшін дамылсыз жұмыс істейтін кармиға жолыққыңыз келсе, жұмысым басымнан асады деп атты оның ала қашады. Не үшін осыншама дамылсыз жұмыс істейді? Жейтіні 2 тілім нан мен 1 шынаяқ шай ішу ғана. Сол үшін тер төк еңбектене ме, не үшін бейнеттенетінін өзі де білмейді. Есепшотындағы $1 миллион 2 миллионға айналғанын көріп мәз болғанымен, 2 тілім нан жеп 1 шынаяқ шай ішумен ғана шектелетін карми бас көтермей тынымсыз тер төк еңбектенеді. Karmi sözün мәні осы, еш мақсатсыз есектерші еңбектенеді. Керісінше, Веда өркениетіндегі адамдар әсті жалқау емес. Жоғарғы мақсат үшін тынымсыз еңбек ететін оларды жалқау деп айыптау дұрыс емес. Аса маңызды Құдайға берілі қызмет етумен жас кезімізден бастап айналысуымыз шарт деп айрықша ескертеді Прахлад Махараджа. Каумара Ачарет Праджна. Әр сәтімізді текке жоғалтпауымыз керек. Веда өркениеті деген осы. Мына адамдар менше, иттерше, есектерше еңбектенбейді деп көре алмайтын есектер бізді өмірден қашады деп айыптайды. Иә, біз сіздердің жеміссіз талпыныстарыңыздан қашамыз. Веда өркениеті ішкі жан дүниемізді тану үшін арналған. Интервьюер. Веда өркениетінің сырын тереңірек түсіндіріп бересіз бе, Шила Прабхупада? Веда өркениеті Варна Шрамадан басталады. Варна Шрама 4 әлеуметтік тап пен 4 рухани даму сатысына өмір кезеңіне бөлінеді. Браманалар, зерделі интеллектуалдар, кеңесшілер, кшатриялар, басқарушы администраторлар, әкімдер, вайшалар, саудагерлер, фермерлер, шудралар, жұмысшылар, брамачарилар, жыныс қатынасын тиюші шәкірттер, грехашкалар, үй иелері, ванапрасталар, жаниялы күйбең тіршіліктен қол үзгендер, және саньясилар, дүниені тәрк еткен монахтар. Варнашраманың түпкі мақсаты Құдайдың түп тұлғасы Кришнаға табыну. Сонымен, егер Кришнаға табынсаңыз, онда Брамана, Кшатрия, Вайшя, Шудра, Брамачари тағы сол сияқты кім болсаңыз да мойныңызға жүктелген міндеттеріңізді өстіп түгел орындайсыз. Кришна тану ілімін дәл қазір лезде қабыл алыңыз. Бұл өте маңызды қадам. Интервьюер. Егер адамдар табиғилау әрі қанағат әкелетін өмір салтын білсе, қандай проблема туар еді? Өзіңіз айтқандай Кришна тану ілімін қабыл алар ма еді? Шила Прабхупада. Кришна тану ілімін білмейтіндіктен дінді жоққа шығарып жүрген олар әншейін ит жарысымен айналысуда. Ит 4 аяқтары мен әрі-бері шапқыласа, сіздер 4 дөңгелекті машиналарыңызбен әрі-бері шапқылайсыздар. Бар айырмаларыңыз осы ғана. Осылай 4 дөңгелектеріңізбен жарысуларыңызда өркениеттің көркеюі деп ойлайсыздар ма? Сондықтан бүгінгі өркениет түкке тұрғысыз. Маңдайыңызға жазылған жазмыстан ешқайда қашып құтылмайсыз. Өйткенше Кришнаны таныңыз. Прахлад Махараджа мынадай мысал келтіреді. Жағымсыз еш нәрсеге ұшырағыңыз келмесе де, жағымсыздықтан қашып құтылмайтыныңыз секілді, тіпті егер бақытты болғыңыз келмесе де, маңдайыңызға жазылған бақытыңыз бәрібір келеді. Фәни бақытқа кенелу үшін энергияңызды текке кетірмеңіз. Жазмыштың жазуынан артық фәни бақытқа қанша қыл жұмсаңыз да қолыңыз жетпейді. Интервьюер. Бұған осыншама қалай сенімсіз? Шила Прабхупада. Қалай сенімсіз дейсіз бе? Себебі тіпті азап шеккіңіз келмесе де, маңдайыңызға жазылған қасіреттен бәрібір көз ашпайсыз. Мысалы, президент Кеннеди өз елдесінің қолынан қаза тапты. Өлгіміз келмесе де не өлеміз? Қаптаған қырағы оққағырлардың қорғауына қарамастан, олы Кеннеди жазмысын жазуымен оққа ашты. Сізді кім қорғай алады? Сонымен, егер қасірет жазмыштың жазуымен келетін болса, онда қасіретке қарама-қайшы бақытта жазмыштың жазуымен келеді екен. Жай-күйімді жақсарту үшін уақытымды текке кетіргенше, энергиямды Кришнаны тану үшін қолдануым жөн емес пе? Зерделі интеллектуал нышаны осы. Жазмыштан озмыш жоқ. Әр түрлі жан жазмышына жазылған бақыты мен қасіретіне дәлме-дәл мөлшерде кенеледі. Тәуелді жандардың үздіксіз бақытты кенелуі мүмкін емес. Маңдайыңызға жазылған қасіреттен де бақыттан да құтыла алмайсыз. Сондықтан уақытыңызды осылай алма-кезек ауысып келе жатқан
alma-gezek ağusıp kele berетін oslarga tekке getirgençe Krishna tanı jolunda ösü üçün koldanыңыз. Interview. Krishna'ны tanıtın bakta örkөндөө үшін тырыспайма? Шила Прабхупада. Егер өркөндөө үшін тырысуыңыз бекер кетсе, онда тырысуыңыздан не пайда? Егер тағдырыңызды өзгерте алмасаңыз, егер тағдырыңызды өзгерте алмайтыныңызға көзіңіз жетсе, онда тырысуыңыздан не пайда? Біз жазмышымызға жазылған бақыт пен қасірет мөлшерін қанағат тұтамыз. Веда өргениеті Құдайды тану үшін арналған. Мағынасы осы. Күні бүгінге дейін маңызды мейрамдарда Гангаға шомылу үшін 2000 мил жаяу жүріп келетін миллиондаған индияндар жалқау емес, себебі азат етілуге іңкар. Ит жарысына қатыспайтын индияндар жастайынан ішкі жан дүниелерін тануға талпынады. Каумара Ачарет Праджет Дharman Bhagavataniha Bhagavatam 7.6.1. Жастайынан ішкі жан дүниелерін тануға іңкар индияндар жалқау емес. Интервью. Мұныңыздан мынадай сұрақ туады. Егер маңдайымызға жазылған жазмыштан құтыла алмасақ, онда жаңа туған нәрестені жануарша күн кешіп, жан-жаққа шапқылап, жазмышына жазылғанын көрсін деп өз бетімен неге қоя бермейміз? Шила Прабхупада. Жоқ. Адам баласын рухани білімге баулай аласыз. Сондықтан тасайбехето праятета ковида. Энергияңызды ішкі жан дүниеңізді тану үшін жұмсаңыз деп тегін айтылмаған. Ахай тухя пратихата. Кришнаны тани берілі қызмет етуге кедергі келтірілмейді. Фәни тағдырға кедергі келтірілмейтін секілді, егер бар жаныңыз салсаңыз, рухани өмірде өсуіңізге де кедергі келтірілмейді. Тағдыр иесі Кришна тек өзіне берілген бактасының ғана тағдырын өзгертетінін айтады. Ахам твам сарва папе пиемокшай шеми мачу чаха. Мен сені күллі күнәңнің салдарынан құтқарамын. Бхагавад-гита 18.66. Мысалы, егер сот қылмыскерді дарғасы үкімін шығарса, үкімнің күшін ешкім жоя алмайды. Тіпті сол үкімді шығарған судьяның өзі де өз үкімінің күшін жоя алмайды. Керісінше, егер қорғаушы адвокат барша заңнан жоғары тұратын патшаның кешіруін өтінсе, патша үкімінің күшін жоюға құқылы. Сондықтан Кришнаға берілуіміз шарт. Егер экономикалық даму арқылы жасанды жолмен бақыттырақ болғымыз келсе, мұнымыздан түкте шықпайды. Тер төге еңбектенушілердің бәрі де шеттерінен Генри Фордқа, я Рокфеллерға ұқсап байып кетпейді деп ойлайсыз ба? Байып кетеді деп ойлайсыз ба? Бәрі де шамалары келгенше еңбектенеді. Форд мырзаның жазмышына бай болу жазылған. Бірақ бұл Фордша бел жазбай еңбектенушілердің Фордша байып кетуін білдіре ме? Жоқ. Әншейін есекше я итше бел жазбай еңбектену арқылы тағдырымызды өзгерте алмайтынымызды іс жүзінде көріп жүрміз. Өйткенше энергиямызды Кришнаны тану үшін қолданғанымыз жөн. Интервью. Кришна тану деген не? Тереңірек түсіндіріп бересіз бе? Шила Прабхупада. Кришна тану дегеніміз Құдайды сүю. Егер Құдайды сүюді үйренбесеңіз, онда дініңіздің мәні неде? Құдайды сүю деңгейіне шынымен көтерілген кезіңізде, мен Құдайдың бөлінбес бөлшегімін деп Құдаймен қарым-қатынасыңызды түсінесіз де, осы сәттен бастап сүйіспеншілігіңіз барша тіршілік иелеріне, жан жануарларға да жайылады. Егер Құдайды шын сүйсеңіз, жәндікті де сүйесіз. Басқа денеде болуына қарамастан, мына жәндік әкемнің бөлінбес бөлшегі болғандықтан туысым деп түсінген соң, қасапханада жануарларды өлтіруге жол бермейсіз. Егер Христің өлтірме деген нұсқауын орындамай, қасапханада жануарларды өлтіре жүріп, мен христианмын, я хиндумын деп жарияласаңыздар, бұларыңыз дін емес, тек уақытты текке кетіру ғана. Себебі Құдайды түсінбейсіздер. Құдайды сүймейсіздер де, шын дінге жатпайтын әлде бір діни сектаны жамылып жаңылысасыздар. Бүкіл әлем осылай құлдырауда. Интервью. Бұл дертті қалай емдейміз? Шила Прабхупада. Кришна Құдайдың түп тұлғасы. Егер Кришнаның жоғарғы тіршілік екенін мойындамасаңыз, онда түсінуге тырысыңыз. Білім деген осы. Жоғарғы біреу бар. Кришна Индиян емес, Құдай. Күн Индия жақтан шыққанымен Индияның күн емес қой. Кришна да осылай Индияға келіп түскенімен, енді Кришна тану қозғалысымыз арқылы батыс елдеріне де келіп жетті.